туралықты сүйсең дейді, тура бол, тура биді туған жоқ дейді ғой. Бірақ оқуды сүймесең дейді, сен туралыққа деген ұмтылсың дейді, әділетсіздікке ұласады дейді. Сен батырлықты сүйсең дейді, бірақ оқуды сүймесең дейді, сен батырлыққа деген ұмтылсың дейді, бас бұзарлыққа ұласады дейді. Білім жоқ та соны. Көрдіңіз ба? Міне сондықтан бірінші оқу керек. Оқу дегеніміз тоқып, анау би деген кім ол? Сен бірінші би деген түсініп алу керек сен. Әділеттілік дейді. Әділеттілік деген не? Сен соны түсінуің керек. Оқып түсіну керек. Әлбетте. Оқып түсіну керек. Оқымасаң қайдан білесің? Соны оқып, миға, жүрекке. Содан кейін барып сен би боласың. Әйтпесе билік деп, мысалы, би болам деп барып, жаңағыдай ақша үшін, мансап үшін, жаңағы атағын шығару үшін би болсаң, сен нағыз топастың өзі боласың. Ертеліге уже сен өзіңді білдіреді. Сен бірінші би деген кім? Соны түсініп алу керек қой. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді сөзсіз бе? Сондан бұл би болу ол мәртебе емес, би болу ол мансап емес, ол карьера емес. Би болу дегеніміз халықтың сұранысына жауап бере білу. Ол жауапкершілік. Одан мысалы ол жаңағыда Абайдың өзі бас тартып отыр, бұл елге бағым жоқ, бас тартып отыр, бұл елге бағым жоқ дейді. Неге бағусыз дертке ұшырайын деген адам болмаса, немесе албыртқан жастар болмаса, бізді Құдай сақтасын дейді. Содан қазірде де бұл халықты бағу деген өте қиын нәрсе. Бірақ халық өзі қалап отыр ғой. Халық тілеп отыр. Біздің проблемамызды өзіміз шешейік. Ана жолы бір жігіт жақсы жазды. Совет үкіметіңізде халық әділдікті дейді, Москвадан күтті дейді. Ол әділдік келмеді дейді. Совет үкімет тарағаннан кейін әділдікті дейді, Астанадан күтті дейді, Астанадан да келмеді дейді. Енді халық түсінді дейді. Әділдік өзінің ішінен қайна шықпай жағдайы түзелмейтін деп айтты. Бейбіт Құлманбет жазды Фейсбукта. Рас, өте дұрыс. Дұрыс па? Өте дұрыс. Халық түсінді дейді. Ар жаққа бардық қой, бәзіміз аузымызды ашып отырдық қой, Россия береді деп. Менің қазіргі омекеде түсінбейтінім да, мынау система былай ғой. Міне, айтады, Назарбаев та 30 жыл айтты ғой. Сендер не қарап отырсың? Мен білмеппін, давай сендердің бастарыңды алып тастаймын дейді да. Ол патша болып тұр, оны білмеуі мүмкін емес. Ол патша ма? Патша дегенде бәріне отчет береді ғой. Сонда қазақ би деп айтады. Өзегін талмай арымайсың дейді. Өзек деген не? Не ғой? Ішкі өзегі. 3 күннен кейін адамның аштық өзегіне түседі екен ғой. Өзек. 3 күнге дейін мысалы сен ештеңе болмайды да. Сонда қазақ айтады, 3 күн аш болған адамнан ақыл сұрама дейді. Ол қамын тойдау керек қой. Сонда ештеңе бермейді. өзегін талмай арымайсың дейді қазақ айтады. Өзіңнен шықпай жарымайсың дейді. Рас. Сен өзіңнен шығу керек. Әділдікте, ғылымда, өнерде, билікте өзіңнен, халықтың өзінен шығу керек. Сонда сен жарайсың. Қандай айтылмас. Біз сырттан күтеміз де, біреу біз жарылқайды деп. Сен ешкім жарылқамайды. Ешкім жарылқамайды. Қазақ айтады, өз отырыңды өзің қасейсің дейді. Соны Шәкәрім айтады ғой, Керем айтады. Баршаға жаның ашсын, қышыған жерің қассın. Би деген кім мысалы? Сен мысалы басың қысып тұрса, оның барып арқасын қасыма, басын қас. Сол би. Айтып отыр Шәкәрім. Баршаға жаның ашсын, а сен оның басын қай жерін қысып тұрған қайдан білесің? Өйткені сенің жаның ауыру керек. Жаның ауырмаса, ол үшін жаның ауырмаса, оның басы қышып тұрғанын білмейсің сен. Сен барып құлағын, табанын қасейсің. Сонда Шәкәрім айтады. Баршаға жаның ашсын, қышыған жерін қассın. Түсінсіз бе? Яғни халықтың мұқтажын біл деп отыр. Кір ішіне. Кір. Баршаға жаның ашсын, қышыған жерін қассın. Қалай қысқандай сөзбен? Бір ауыз сөзбен. Аузыңнан мейлі сары алтын дейді. Бұлақтай болып ағылсын. Сонда да түспе қақпанға дейді. Би аузынан мейлі сары алтын дейді. Бұлақтай болып тасысын дейді. Яғни керемет сөздер айт.
қақпанға түсіп қалма дейді. Қандай қақпан? Мақтанның қақпаны. Мақтанның. Сонда Шәкәрім айтады, аузынан мейлі сары алтын бұлақтай ағып тасысын, сонда да түспе қақпанға дейді. Нәпсіге. Яғни Нәпсіге. биді айтып отыр. Баршаға жаның ашысын, қышыған жерің қасысын. Аузынан мейлі сары алтын бұлақтай ағып тасысын, сонда да түспе қақпанға дейді. Сен мен би екем деп кішкене ғана мақтанып қалсаң, таңдасып кетті деген. шайтанның қақпанына түсесің деген. Депутаттыққа үшінші сұрағың не ме? Араласады ғой бір. Депутат пен бидің айырмашылығы деген сияқты. Екеуі бірақ нәрсе ғой. Иә, соны Екеуі бірақ нәрсе. Негізінен егер билер осы халықтың қамын ойлайтын билер депутат болып отырса, ол құба құп, ол нұр үстіне нұр. Иә, сол жағы да Өте жақсы ол, өте жақсы. Өйткені ол халықтың ішінен шыққан. Халық негізінен депутат өзі сайлау керек қой. Өзіңнен шықпай деп отыр ғой. Халық өзі сайламай депутатты, халық жармайды. Депутат шықпай құл болмас. Жоқ, ол басқа ол. Құлағын кеспей құл болмас, өзінен тумай ұл болмас, ол басқа нәрсе. Сонда негізі демократияның принципі қандай? Депутатты, әкімді халық өзі сайлау керек. Өзінен шығу керек, ол сөз, өзінен. Қазақ айтады ғой, өзге дейді. Байлап қойсаң да тұрмайды. Өзің дейді, өзегіңе тепсең де кетпейді дейді. Ол өйткені сен өзіңнен шығып тұру. Өз балаң өзекке тепсе кетпейді, кісі баласы кісен десе тұрмайды. Иә. Сонда мына ол өте қиын нәрсе. Сонда бізге қазіргі ақылды адамдар керек, ақылды адамдар. Ақылды адам кім дегенде Абай айтады. Ақылды кім дейді? Ақылды, қара қылды 40-қа бөлмек дейді. Мына қыл бар ғой. Бұрын Абайға дейін қылды қақ жаратын тек қана. Ақ қара. Ал қазір заманның күрделі болып кеткен сондай, қазір ақ қара емес. Қазір жеті спектрдің өзі аз болып қалды. Қылды 40 қана. 40-қа бөлетін заман келді қазір. Неге? Заман өте күрделі болып кетті қазір. Сонда Абай айтады, қылды, қара қылды 40 ұзыннан. Оны өзі, мен айтамын ылғи, лазердің өзі бөлемейді оны 40-қа. Сонда сенің ақылың қандай, парасат? Ақылың қандай нәзік болу керек? Парасат деген сол екен. Фарисатун дегеніміз тонкий проникающий ум деп аударылыпты Барам сөздігінде. Яғни біздің басымыздағы суық ақыл бар, ол дөрекі, ол бас пайдасын ғана ойлайтын. Енді сол ақыл жүрекке бағынған кезде парасат қайнаған екен. Сол фарисатун, парасат жүректегі ақыл екен. Ол қара қылды 40-қа бөлетін сол жүректегі ақыл екен ғой. Сонда жүрегіңе билет деп отырған сол Абайдың. Би жүрегіне билет. Абай айтады, тіл амалдың тілін алса адасып кетеді, жүректің тілін алса адаспайды дейді, тура шығады дейді. Әділет, ынсап жүректе. Сонда Абай айтады, бізге кім керек қазір дейді, бізге ақылдылар керек дейді. Ақылды кім дейді? Ақылды, қара қылды 40-қа бөлмек. Ақылды, қара қылды 40-қа бөлмек. Таразы әр нәрсеге өзіндей баға бермек. Сен өзіңнің пікірің болу керек әр нәрсеге. Тобырмен халық, тобырмен елдің айырмашылығы қандай? Тобырда ақыл жоқ қой. Сонда егер сен халықты бақпасаң, халық тобырға айналып кетеді. Халықты бақсаң, халық елге айналады. Міне тамаша, осы сөзіңіз міне дұрыс. Бағу керек халық. Бақсаң, елге айналады. Бақпасаң, тобырға айналады. Малға айналады ғой енді. Тобырға, иә. Мал ғой. Құдайдың қарғысына ұшырайды. Өйткені қазақ айтады, Құдай қарғайын деген адамның ақылын алады дейді. Сонда Абай айтады, ақылды, қара қылды 40-қа бөлмек. Әр нәрсеге өзіндей баға бермек. Таразы да, қазы да өз бойында. Наданның сүйенгені көппен дүрмек дейді. Барлық нәрсе жүректегі иманға келіп тіреліп тұр ғой. Шайдан да алып қойыңыздар, шай. Жүрек таза болса, иман